Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, қадірлі оқушылар. 16-шы сабағымызға қош келдіңіздер. Ә, Х, С және Ж әріптерін жазып үйренеміз. Жақынырақ көрсетейін. Әдепкі жолымыздан жоғарғы бөлігінен бастаймыз. Жоғарыға қарай имек, қиғаш сызықтың бойымен түсеміз. Астыңғы сызыққа жеткен соң тор көздің ішімен қайырып әкелеміз. Ә. Қайталап көрсетейін. Жоғарғы бөлігінен имек, қиғаш сызықтың бойымен түсеміз. Астыңғы сызықтың бойымен қайырамыз. Ә. Енді әтеш сөзін жазып көрейік. Жоғарыдан екі тор көз тастап жазамыз. Имек, әрпімізден бастаймыз. Ә. Теш. Келесі бізде әрпі. Жоғарыдан дәл әрпі сияқты имек етіп, қиғаш сызықтың бойымен түсіреміз. Кері қайырып тоқтаймын. Енді белін сызамыз. Қайталап көрсетейін. 1, 2, 3, 4. Енді электр сөзін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2, 3. Әрпін жазып аламыз. Астынан қосылады. Электр. Электр. Келесі бізде Х әрпі. Дәл жаңағы екі тор көз тастап, әрпіндегі элементін жазып аламыз. Енді керісінше қараған С әрпі. Х. Хат сөзін жазып көрейік. Қолымызды үзбей жазамыз. Хат. Келесі бізде С әрпі. Екі тор көз тастадым. Жоғарыдан имек, С. Сағат сөзін жазып көрейік. Сағат. Г әрпінің белдігін жазамыз. Келесі бізде Ж әрпі. Жоғарыдан Х әрпіндегіндей элемент, тек ортасында бізде байланыстырып тұратын сызықшасы бар. Жоғарыға келесі С сияқты элементін жазамыз. Қайталаймын.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ж. Жол сөзін жазып көрейік. Жоғарыдан имек. Ж. Жол.